Ассалаумалейкум қазақ ел. Мынау пікірталас болып отыр екен. 20 мыңнан көп жейді ғой деп. Енді мен оны сіздің стилді білмеймін. Таңжарық стилімен 20 мың қалай жейтінін мен есепке көрсетемін. Мысалы, мына бұқа шілдеде 185 мыңға алынды да. Шілдеде ол кезде жем маған осы бір 10 күннің алдыға дейін 80 мыңнан болған да, арпаның килограммы. Көріп тұрсыздар, әзір сағат 11-де тұрдым, менде режим жоқ, бүгін жай тұрып қалдым. 11-де таңғы сабан жеп жатыр, себебі астында артық жеме бар. Кетті 185 мың. Бұл келеді, келгенде бұл мынаның ішінде так. Осындай болып білетті. Точно осындай. Тура осындай. Бұл келеді де менде тұрады. Бұл келгенде алғашқы айында 3 килограмм, 3,5, 4 килограмм әрең жейді. Мен алдына төгіп қойғанмен бұның көтеретін генетикасы соншылық. Ал кең есеппен 5 килограммнан жедік дейік күніге. 5-ке 8-ді көбейтсеңіз 400. Сабан үйіме келуімен 300 теңге. 300-ді 20-ға бөлсеңіз 150 теңге. Демек, бұл бұқа 500, жоқ, қате, 150 емес. 15 теңге болып қалады екен да. Демек, бұл алғашқы айында 400 мың, күніге 400, 30-ға көбейтсеңіз 12 мың ғана жеп тұр. Көрдіңіз ба? 20 мың бекен, 12 мың бекен. Бұл жайлап, генетикасы асқандан кейін, бұл 5 килограммға шықты, 6 килограммға шықты. Бұл 12-ден басталады, менде бұқа. Барлық осы бұқалар 12-ден басталады. Әуелі ана біру айына 12 мыңда жейілмайды, 16 мың жейді шығар, 100 мың қалған. 12 мыңнен басталды, 2-ші айында 15 мың, 3-ші айында қатты жек кетті, жем біраз көтеріліп кетті деп өтірік шылтау айтайық, 18 мың, 4-ші айында әрең 20 мыңға шығады. Мен оны кейбір жерде жем қымбаттау ғой, кейбіреу жоңышқа береді ғой деп әдейге көп ауыр жоғары айттым. Менде әуел оған да жетпейді. Ал енді мына бұқаға қайта оралсақ, бұл бұқа қазіргі таңда 6 ай болды. Бұл мөлшері қазір 280 мен 300 килограмм арасы деп тұрмыз. Бұл осы уақытқа дейін 185 мыңға жаңағы алғашқы 4 айында 20 мыңнан жесе, соңғы айында кен ар кесе 25 мыңнан жеген шығар. 80-ге 50 қоссаңыз 120 мың. Өз бағасы. Сонда бұл қымбат мақтанғанда сіздердің есеппен кеткенде 320-да 350 мың арасы өзінің құны жемімен өз бағасын қосқанда. 180 мың өз бағасы, 350-ге дейін тәканса трепстайын жеген жемі болсын. Енді бұны бұйыртып аман болып сойса 280 или 300. 300-ді апарып сіз 280 дейін, әйтпесе мен 300 деп үміттеніп отырым. Арғайт семіз деген бар. 280-ді конкреттерді алып 2350-ге көбейтіңіз. Бұл дәл қазіргі таңдағы бағасы. Енді бұны шығарғанда мүмкін, баға артуы мүмкін. Себебі еттер шетелге шығып жатыр, тірі мал шетелге шығып жатыр. 2350-ді конкреттер жоқ, 280-ге көбейтесіз. 280-ді 2000-нан көбейткенің өзіңізде 560 мың, ар жағында 300 мың бар. Общем, бұл 600 қанша мың бергел тұр. 600 қанша мыңнан 650 мың болғал тұр бейітсі. 650-700 мыңға таяп тұрды. Содан апарып жаңа 350-ді асаңыз, бұл 7 айында бір өзі бұйыртса, аман болса, әзір 6 ай болды ғой, 7 айында шықса, бір өзі 300 мың теңге қалдырғалы тұр, Алла қаласа. Бұл енді 7 айында дейсіз. Ал жаңағы 650 мыңды қалтаңызға сап келесте бұйыртса, 650 мың, 700 мыңды. 650 мың дейсі алайық болды. 600 мыңды алып келесте базарға барып, мынау міне. Мынау 225, бұның сыңары мынау 225. 450 мың реке аласыз. 450 мың реке алсаңыз ар жағында 200 мың қалды ма?
200 мың, екеуіне 100 мыңнан жемдейсіз дейді, до конца 5 ай байлайсыз. 5 айда бұл гарантия мынау осындай болады да. Анау сәл тұрқы кішірек қой. Ол енді 250-ге барады 5 айда. Алла қалап аман болса. Әзір 1 ай болды ғой. 250-ге барады. Ал мынау үлкенде болғандығы себепті 280-ге барады. Ал онда екеуінің 600 мыңнан 1.200 мың болады кем дегенде. Көрдіңіз ба? О кезде көктем, жаз болады. Еттің бағасы 2500-ге баруы мүмкін деп күтіліп отыр. Екеуін, яғни 550 килограмм ет береді десеңіз, 550 килограмм болмаса 520 килограмм ет береді десеңіз, арғалай өзіңіз 2500-ге көбейтіп алыңыз. 1 жылдық есеп осындай үлкендеу бұқамен, кең есеппен де миллионнан асып тұр. Жаңағы 3 миллион 300 болып тұр. Көрдіңіз ба? Алғашқы салымыңыз 350 бен. Сіз де бәрібір мынандай ете сіздердің есеппен, қымбат есеппен, жем шөбі қымбат, бұқаның еті арзандау, өзі жеңілдеу дегенде, қорқынышпен есептегенде, бәрібір де 2 квадрат жерден үлкенірек бұқалып, көбірек ұстап сіздердің методпен. Солай ұстасаңыздар да миллионға таяп тұр. Ал енді менің методымда орташа бұқалып, 4 айда шығатын бұқа. Есептеп отырып, төсін, барлығын есептеп отырып, 4 айда көп емес 220 деген салмақпен генә шығатын бұқаны алып, 3 рет айналдырсаңыз, менкіндегі есеп ыңғайлы. Өйткені мен бұның бәрін елден естіп алғаным емес, осы 2 жылға таяу уақыттан бері бұқа байлап, есептеп алған. Өте ірінің де керегі жоқ, өте ұсақтың да керегі жоқ. Средний, яғни төсінің өлшемі 140-тың маңайындағы бұқаны 180, 160, 200 мың кезінде таңдап отырып аласыз. 140 деген бел өлшем болса, ол 4 айда 7 сантиметрден 28 сантиметр қосады. Яғни 168-170 сантиметр болады. 168-170 деген өзінің генетикасына қарай 200-220 килограмм салмақ арасындағы бұқалар болады. Олардың бағасы жаңағындай, оны ана қорада айтқандай болады. Ал мынандай кішкене бұқа алсаңыз, бұл 100 мың. Бұлар алғашқы айында төсін 2-3 ай 10 сантиметрден қосады. Мынау 110 болды, бір айында 122 болды, бұйыртса ендігі айында бұл 130-ға шығады. Одан кейінгі айында 3-ші айында 140-қа барады. 140-қа барған кезде өзіңіздің методыңыз айына жаңа 7-8 сантиметр қосады. Сонымен бұл 7 айында бұйыртса 220 мың, бір бұқаңыз 500 мың болады. Бұл оғанға дейін ары кесе 200 мың жем жейді. 120 мың жем жейді. Өзі 100 мың. Бұның өзі бұйырса 7 айында 210 мың. Бұның өзі 280-290 мың тастайды. Бірақ бұл 7 ай тұру керек. Көрдіңіз ба? 7 ай тұрады. Содан арғарай жаңағы 500 мыңға кішірек 180 мыңдық бұқадан аласыз. Сонда бұл вариант сізге тиімсіз. Бұл мен бұны айтқан, бұндай бұқа бауға болмайды. Бірақ бұны мен таныс кісі ақша сұрап кетті, ақша емес бұқаңызды алайын. Ақша сұрап, уақытында бере алмай, мен ренжіп, сен ренжіп жүргенше малыңыз болса алайын. Деп едім осыны көрсетті, 100 мыңдай керек екен. Бұндай бұқаны негізі базарда да, любой жерде 100 мыңға алмайтын еді. Мұнау қазірдің өзінде 100 мыңға аран келіп тұр, о кезде өлі өтте нашар болатын. Бірақ бір айда резкі өсті. Себебі о кісі шын көңілмен берді де. Арада махаббат болды, сыйластық болды, рызашылық болды да. Бір айда 11 сантиметр қосып тастады. Міне осылай. Мынандай бұқа тиімсіз, мынандай ірі бұқалар да тиімсіз. Соның үшін ірі бұқаны өте ұзақ ұстау, ол да сәл тиімсіздау. Өте кішкене алу да тиімсіздау. Средний жаңа 140 деген төс өлшемі бар, арық бұқаны 180-200 мыңға алу керек. Сол ең тиімді. Енді аман сау болыңыздар. Бұның аты Таңжарық стайл. Ешқашан базардан емес, ауылдан мал алу, ешқашан базардан емес, ауылдан жем алу. Бір тамшыда ауылға бір-біріңе пилос-минос кетеді. Осы жолы сіз оған пайда бересіз, ел алмаған бағада 10 мың. Келер жолы сізге мүмкін өз ризашылығымен алып келетін шығар. Елге де береді екен, одан да саған берейінші дейтін болуы мүмкін. Сол ғой. Тек қана
адал болганда гене, бірінің еңбегін бірі жемеген дегенне, оның бірінші беруші себепкер Алла. Аман сау болыңыздар, есепті толық түсінді деп ойлаймын. Енді 20-дан көп жейді деп жүргені, мен түсіндіреймін, алдында төгіліп жатады, көп жатады ғой дейді. Көп жатқанмен бұл бәрібір ыдыстың ішінде де, жерде емес. Жерге түскеннің өзін анау сап теріп жейді өзі. Енді бұлай әңгіме айтты, бұлай түсіндіремін, не үшін төгіп қоясың? Мысалы, ойын көрмеген, кәмпитке тоймаған баланы бір кең, мол, байдың тойына апарсаң, ол өзін өзі қалай ұстауды да, қалай жеуді де білмейді де, үйінде көрмеген заттың бәрін жей береді, общем. Ол сырттан көрген адамға ол жайсыз көрінеді. Мынау не деген тәртіпсіз бала, түк көрмеген ба деп бірден білінеді. Енді күніге тойда жүрмесе де, үйінде әке шешесі тойдырып, мәпелеп, кәмпит берем десе мөшөктеп беріп, ойнайын десе еркіне қой беріп ойнап, өзінің ойыны қанған, жаңағы құмары қанған бала өзін спокойно сезінеді. Любой Дубайға апарып тастасаң да. Бұл тойған бұқа да, тоймаған бұқа да солай. Әуел бастан айтарым, мысалы мына бұқалардың іші деген, мына бұқа естеріңізде болса, іші дәу, мен бұны буаз бұқа деген. Мынанда іші дәу болады. Себебі не ол? Аяқ қолы бош жүр. Ол өзі қанша кішкене болса да, ана құрсағынша памперс жейма, сүйек жейма, мұсыр жейма, общем, асқазан шегі керіліп, кең жүрген бұқа да. Сен оны алып келесің, ойбай мынаның түрі кішкене екен, бұған аз жемірмесем ауырады дейсің, аз шөп бересің да, оның ашқазаны бастап қуырылып, шегі қуырылып, ауыра бастайды. Соң 2 ай 3 ай бергеннен кейін айтасың, ой, парадай еместер болмайды екен. Жемді өзің аз бергенің, өзің жап жақсы бұқаны қолдан құртқаныңды мойындамайсың ол жерде. Ол жерде айтасың, 3 ай бақтым, семірмеді, 4 ай бақтым, семірмеді, бір күн көп берсем болды, ауырып қалады дейді. Конечно, ауырады ол. Жаңағы ашқазан шегін сен қуырып, кішкене қылып тастадың оны. Ол өзі кішкене болғанмен ашқазан денсаулығы сау, іші кең, дәу болып жүрді. Бұқа таңдағанда өрште жүрген бұқаның буаз сиыр секілді бұқаны таңдау керек. Оның болашағы бар, өседі деген сөз. Себебі оның ашқазан шегі жол бәрі дұрыс. Сондықтан ол тек қана даладан өзінің жейтін қуатты қорек таппай жүр да. Қуатты қорек таппағаннан кейін сабан болса да, су болса да айтып үшін тойдырып жүр. Бірақ нәр жоқ. Соның үшін мұнаң болашағы бар дейсің де, аласың. Одан кейін ондай бұқалардың іші өсіп кеткен екен, мынауың өспейді, қарын сау болған дейді. Наоборот, ол бұқа жақсы өседі. Сондай бұқаларды аласыз, болмаса басқа бұқаны аласыз да аз бересіз. Барлық бұқаның ашқа далада жүргеннен кейін сиыр малының көзіне не көрінсе жеп, су көрсе қайта-қайта ішіп, ашқазан шегі керіліп жүреді. Сіз әкелесіз оны құрыстырып, алғашқы айында 1 килограммнан беру керек, 2 килограммнан беру керек деген қайдағы бір экономистардың қалдырып кеткен жолы бар, ойбай аздан көтер деген. Со бойынша бұқаны қуырасыз. 3 ай қуырып, бір күні көп бергіңіз келеді, ауырады, одан тіпті теріс кетеді, одан сізге тіпті теріс түсінік пайда болады. Ойбай көп берме, бір күн ауыртып алсаң болды, ол 10 күн артқа кетеді деген шығады. Соның үшін ондай стилмен байлағандар 2 квадрат жерден миллион табу өте қиын. Соның үшін алдына төгіп қойыңыз керек, жаңағы аш бала, тоқ бала секілді. Алдына төгіп қойсаңыз, бұл жаңағы тоқ бала секілді өзіне керегін алып, құрсағы ашып кетсе барып, ашық айтып, құрсағым ашып кетті, мына жерде мынаны жесем ұят болады, құрсағым тойдыра тұрайын, үйде жеп жүрмін ғой деп, қалыпты сыпайылықпен әдемілеп тамақ жейді. Ойын болса да өзі сыпайылықпен спокойно жүреді. Жаңағы ойын көрмеген бала бірдеңені бүлдіріп, жүгіріп, алқынып, бірден сыртқа білінеді. Дастарханға келсең, анаған жүгіріп, мынаған жүгіріп. Ал енді бұл тура сол тоқ бала секілді алдында төгіп қоясыз. Бұл жем дегенді жеп жүрген, сабан дегенді жеп жүрген, су дегенді ішіп жүрген, өзіне керекті кезде жейді, керексіз кезінде жатады. Одан кейінгі бір минус, бұл елдер адам емес, бұл 8 сағатта бір беретін. Сондай түсінік пайда болып, 8 сағатта бір шуақты береді екен. Негізі түсте ұйықтап жатқан бұқаның тұрғызбау керек. Түсте бұлар ұйықтау керек. Бұқа далада жүргенде жаңа қайталай айтам. Таң ертең ертеден 10-ге дейін жеп, 10-11-ге дейін күн ыстығанша жеп, түсте жатып, кешке 5-6-4-терде тұрып жеп үйренген. Именно сол кезде байқап, болмаса көп төгіп қойып, сол кезде өзі тұрып жейтіндей жағдай жасап, өзің басқа жұмысын жасап жүре беруің керек. Сонда алдында жем тұрса, жаңағындай өзінің жегісі келетін уақытта тұрады да, қалған уақытта жатады. Негізі бұқа жатып семіреді.
жатпаса ол семірмейді. Сіз оны пысқысып таңертең 7:30-да чөп беріп кетіп, 2 сағаттан кейін чөбі басылды деп су бересіз, одан кейін тағы 2 сағаттан кейін жем бересіз. Не болды ол бұқаның мазасын алып қайта-қайта өзіңде мазаң кетіп, бір жолда кірде бәрін беріп кет. Боғын шығарғалы келгеніңде жатса тұрғызба. Ол боқтың аздығынан көптігі оған әсер етпейді. Ол онсыз да далада боқта жүріп, далада қаңғып үйренген. Просто пысық болған дұрыс. Қатты пысық болсаң жем шөбін беріп түрегеп тұрғанда боғын артына тартып дайындап қой. Содан кейін қолың тигенде келіп боғын шығар, ол жата береді, ар жағындағы боқты ала бересің. Сол. Сол стилдеріңізді өзгерткендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Мен ешқашан елден естігенді, көргенді айтпаймын, өзім қолмен ұстағандарды, көзімен көргендерді, жасағандарды айтып жатырмын. Барыңызға жұғысты болсын.